Қайырлы күн баршаларыңызға. Жұмсақ, аса майлы емес болып пісетін шелпектің рецептісімен бөлісемін. Описание бөлімінде қажетті құрамы бар. Шелпектің қамырын дайындау үшін 2 шай кесе толтырылған илектен өткізілген ұн саламыз. Оның үстіне 1 жұмыртқаны жарып саламыз. Және 1 кесеге толтырмай ортадан жоғары ыстық суға жарты шай қасық тұзды араластырып құямыз. Енді осы қоспаларды араластырып қамырымызды илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып дайын болады. Және 10-15 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін оны 7 бөлікке бөлеміз. Және әрбір бөліктерді ұнға аунатып, осылайша домалатып, формаларын келтіріп жаямыз. Жайылған қамырларды материалдың үстіне бір-біртіндеп орналастырып қоямыз да майымызды қыздырамыз. Қызып тұрған майға 2 жағын аунатып, осылайша пісіріп аламыз. Міне біздің шелпектер де дайын болды. Ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер.